Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпараттар әлемі, бұқаралық ақпараттың қоғамдағы рөлі, медиа білім, ақпараттық сауаттылықты қалыптастыру, медиа мәдениет және медиа құзыреттілік. Бұқаралық ақпарат құралдары дегеніміз бұл мемлекеттік идеология құралы. Әрбір аймақтың, әрбір мемлекеттің өзіндік ерекшеліктері бар. Үлкен мемлекеттер айналасындағы шағын елдердің мәдениетін басып, халқын өз аузына қаратып алуға талпынады. Сондықтан шағын елдердің өз мәдениетіне және өз ақпараттық саясатын жүргізу ісіне мығым болу қажет. Бұл Қазақстан үшін мемлекеттік тілдегі бұқаралық ақпарат құралдары үшін өзекті мәселе болып табылады. Экранда бүгінгі заманның бұқаралық ақпарат құралдары көрсетілген. Бұқаралық ақпарат құралдары және олардың қызметтері. Жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық қызметі азаматтарға, билік органдарына, қоғамдық институттарға аса маңызды жалпы оқиғалар, құбылыстар, үдерістер жайлы мағлұматтар таратудан тұрады. Бұл қызметсіз кез келген қоғамның толыққанды өмір сүруі мүмкін емес. Бір сөзбен айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдары күнделікті теледидар, радио, мерзімді баспасөз басылымы және интернет сайттар. Ал оған қоса жаңа медиа мен жаңа ақпараттың технологиялардың ақпарат таратып ақпарат жинақтауын да қосуға болады. Наполеон айтқандай, жауға қарсы 100-ден 1000 қол әскерден 4 газеттен ойсырата соққы беру мүмкіндігі зор деген. Адамзат тарихы әуел бастан және көптеген мысалдар барысында тілдің тек коммуникацияның жай негізі құралған емес, сонымен қатар саяси, экономикалық, әлеуметтік мәжбүрлеу мен бағындырудың қуатты түрде құралы екендігін дәлелдеп келеді. Интернеттің бұқаралық ақпарат құралдары мен коммуникацияға келуі. Коммуникация құралдары 15 ғасырда кітап, 16 ғасырда газет, 17 ғасырда журнал, 20 ғасырда радио мен телевизия, 21 ғасырда интернет. Бұқаралық ақпарат құралдары мен коммуникацияның жұмысында тиімділікке, дамуға және жаңа медиаға жол ашылды. Мысалы, Қазнет. Қазақ интернет журналистикасы 1995 жылы қалыптасқан болатын. Бұқаралық ақпарат құралдары 20 және 21 ғасырларда демократия аясында көп зерттелген саланың бірі. Бұқаралық ақпарат құралдары тәуелсіздікті, міндеттер мен мақсаттары, сондай қоғам мен мемлекет дамуындағы орны туралы баяндалған халықаралық құжаттарды да, ғылыми сараптамалық тұжырымдар да жеткілікті. Бүгінгі сабағымыздың грамматикалық тақырыбы қимыл сынды қимыл сапаны білдіретін сөздердің сөйлемдегі орны, тәртібі. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері, шарт мәнді сөйлемнің қала орайлы етістік еді тұлғасында қолданылуы, ш, жинақтары арқылы жасалуы. Қазақ тілінде сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі жалпы алғанда тұрақты, жалпы ереже бойынша баяндауыш сөйлемнің ең соңында, бастауыш одан бұрын, анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш өздері қатысты сөздерден бұрын тұрады. Ауызекі сөзде көркем әдебиетте сөйлем мүшелерінің бұл орын тәртібі әрдайым жоғарыда айтқандай болып келе бермейді. Инверсия жасалып, яғни орын ауысып та орналаса береді. Бірақ осылай етудің стильдік мәні болады. Анықтауыш, пысықтауыштар көбінесе басқа сөздермен қатар тұру арқылы байланысатындықтан, оларды әрі-бері жылжытуға болмайды. Болса да, ондай мысал көп кездеспейді. Ал ілік жалғауы жалғанған анықтауыштар барыс, шығыс, жатыс, көмектес жалғауларындағы пысықтауыштарға толықтауыштардай инверсия жасауға болады. Мысалы, Сақижан жүр тезірек. Көмекші етістіктер. Көмекші етістіктер дегеніміз атауыш сөздің жетегінде келетін лексикалық мағынасы жоқ, немесе лексикалық мағынасын сөйлемде уақытша айырған, өзі тіркескен сөзге әр алуан грамматикалық мағыналар жамап түрлендіретіндіктен, өзі етістік сияқты түрленетін етіс, болымсыз етістік, шақ, рай, модаль тұлғаларын қабылдайтын көмекші сөздер. Көмекші етістіктердің атауыш етістіктер сияқты түрлену қабілеті олардың морфологиялық принцип бойынша етістіктердің аясында қарастыруға негіз болған. Көмекші етістіктер де шығу төркіні жағынан толық мағыналы етістіктерден қалыптасқан. Олардың көмекші етістікке айналуына өзі тіркескен сөзге грамматикалық мағына жамау үшін жұмсалуы, лексикалық мағынасынан айырылуы себеп болған. Е көмекші етістігі тарихи тұрғыдан ер көмекші етістігінен қалыптасқан, тілімізде емес екен еді тұлғаларында жұмсалады.
шартты райлы етістік тиянақты ойды білдіре алмайды. Көмекші етістіктердің тіркесіп келу арқылы жасалады. Шартты рай жедел өткен шақ етістік сияқты жіктеледі. Үнемі шартын білдіре бермейді. Кейде мезгілдік, кейде қарсылық мән білдіреді. Шартты рай бірінші, екінші жақта ш, өкіну, налу мағынасын білдіреді. Шартты райлы етістік бірінші, екінші жақ жалғауында тұрып, оған ш жұрнақ жалғанса, ол кейде өкіну, налу мағынасын білдіреді. Ал енді тапсырмаға кезек берсек, бірінші тапсырма: мәтінді оқып, қосымша ақпараттар жинақтап, өз ойларыңызды толық жеткізіңіздер. Ал енді екінші тапсырма: мәтіннің стилін анықтаңыз және сұхбат жүргізіңіз. Келесі үшінші тапсырма: заманауи білім берудің басты ерекшелігі, дәстүрлі және онлайн білім айырмашылығы, ресми ақпараттық мәтін жазыңыз. Төртінші тапсырма: мәтінде көмекші сөздердің қандай түрлері кездесетінін анықтаңыз. Бағанаға бөліп жазыңыз. Бесінші тапсырма: көркем шығармадан көмекші етістіктері бар 5 сөйлем теріп жазыңыз. Ал енді алтыншы тапсырма: төмендегі мысалдардан көмекші етістіктерді табыңыз. Мысалы, оқушылар бүгін Алматыға жүріп кетті. Олар биік тауға шықты. Ол мәселені кеше айтқан екен. Ол бүгін келген еді. Қонақтар жатып қалыпты. Нартжан осыны айтып біртүрлі мұңайып қалды. Тарелкада 2 алма, 1 алмұрт қалды. Асан қуанып жұмыртқаны алайын деп еді. Билер дауды шешуге сөз бастаған екен. Ал енді тапсырмаларды орындап болсақ, үй тапсырмасына кезек берейік. Ғаламтор, әлеуметтік желілер туралы глоссарий жазыңыз және жаттаңыз. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.